рет мені сіздер көрдіңіз жерде. Бұл Клетка қалай тұр десеңші, өзі кетті десеңші. қалтамнан сол көкпардан алған 10 000 теңгем бар еді, соны ұсынған болатынмын. Шын жүрегіммен тілеймін, Алладан сұраймын, бата көкпардан келе жатырмын, сендерге де жұғысты болсын деп тілеген болатынмын. Соның арқасында деп айтайын деп тұрған жоқпын, деген Құдай сақтасын. Иә, сондай бір тәуіптігім бар деп, маған хабарласыңыздар деп, телефонымды берейін деп тұрған жоқпын негізі. Жалпы ниетім таза болды да, тілеуқор болдым. Алланың қалауы бірінші, ата-анаңның тілегі, осы салиқалы ұрпақтар, парасат перзенттер әулетімізде өрбісе деген, жатса да тұрса да осы кісілердің дұғасы мен тілегінің арқасы ғой біздің көгеріп көктеп өсіп өніп жүргеніміз, жапырағымыздың жайқалып жатқаны, тамырымыздың тереңге тартып жатқаны осы аналарымыздың ақ тілегінің арқасы деп білемін. Ендеше шын жүрегіммен Елдос, енді анаңды қуантуға тырысып жүрген Таңшолпан екеуің өте сондай керемет жүрсіңдер. Аналарыңды алақандарыңа салып жүресіңдер, еркелетіп, күлдіріп, қай уақытта болмасын